Ал барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мына бүгін мына атамызға бір-екі ауыз сұрақ қояйық деп. Ата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум деймін. Уағалейкум ассалам. Сізге ата мына бір-екі ауыз сұрақ қояйын дегенім. Сіздің жасыңыз нешеде болады? 90-ды бітіріп 91-ге кеттім. 90-ды бітіріп 91-ге 91-ге кеттім. Қай жылғы боласыз? Негізінде Мерғазин Қани деген болған 31-ші жылғы. Бірақ 32-ші жылғы деп жазылам. 32-ші жыл. Бәрібір 90-ды бітіріп 91-ге кеттім бая. Осы Қатонқарағай өлкесінде туғанынан тұрасыз, е? Осы Қатонқарағай Қабырға ауылында туған. Содан бері осында тұрам бая. Жамбылға келіп тұрғаныма 50 жыл болды. Мұғалім болып келгем. Директор школы болып келгем. 8-10 жыл директор школы болдым. 38 жыл, 40 жыл мұғалім болдым. Сол. Мұна жалпы Қатонқарағай жайында, Қаратай елі жайында бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Қаратай жайында демеле. Біздегі сол әге негіз сүйегім сол Қаратай ішінде Шимойын. Біздегі сол төмегі жақтан көшіп келген адамбыз баяғы. Бұрын ата заманымыздан баяғы. Соны Қабырғада туып өсіп, Қабырғада өстік. Қазір енді өзімден бірге тұрғанда да ешкім жоқ. Қани деген болған, Жазид деген болған, Талаптан деген болған. Бірі жоқ қазір. Ең үлкен Қабырғадағы Қатонқарағай районы Қатонқарағай бойынша, Қабырға бойынша ең үлкені қазір мен. Жамбыл бойынша дағы. Сол. Ал қадірменді көрермендер, барлықтарыңызға айтарым, енді осы атамыздың жасын берсін. Осындай барлықтарыңыз өстіп қартайып, ұзақ ғұмыр жасаңыздар. Ал ағайын, аман сау болыңыздар.